Сәбидің денсаулығы ол дүниеге келгенге дейін қалыптаса бастайды. Сол себепті жүктілік кезінде үйлесімді тамақтанған және түрлі топтағы өнімдерді дұрыс қатынаспен тұтынып отырған маңызды. Тамақтану бойынша ұсыныстар сіздің дене салмағыңыздың индексіне байланысты және оны сіздің патронаждық медбикеңіз жеке түрде әзірлейді. Сіздің рационыңызда болуы тиіс өнімдер жармалар, макарондар, картоп және нан, жеміс-жидек, көкөністер, сүт өнімдері, майы жоқ ет және балық, және де өте аз мөлшерде тәттілер. Түрлі жармаларды, бұршық, тұқымдастарды, нан мен картопты күніне 10 порцияға дейін жеп отыру керек. Жеміс-жидек, көкөністер 9 порцияға дейін. Жүкті әйел майсыз сүт өнімдерінің күніне шамамен 3 порциясын жеу керек. Және де ет немесе балықтың 3 порциясын тұтынып отыру тиіс. Зиянды тәттілерді пайдалы көмірсулармен алмастырыңыз. Тоқпасардың орнына көкөністер, кептірілген жемістер мен жаңғақтар жеңіз. Айтпақшы, шай болашақ сәбидің денсаулығы үшін аса зиян. Оны қант қоспай күніне бір ғана кесесін ішіп отыруға болады. Өз емханаңыздағы патронаждық медбикеге хабарласыңыз. Ол дәл сізге сай келетін және сәбиіңіз үшін пайдалы болатын тамақтану пирамидасын құрастырып береді.